Қазақ тіл үнемі орыс тілге жетпейді. Себебі орыс тіл живой, могучий язык деп атайды. Шынымен де былайынан қарасақ, біз өзіміз қазақ тілді декоративтік тіл ретінде пайдаланамыз, ал мысалы табу тақырыптарды қазақ тілде талқылауға тырыспаймыз. Бірдеңені талқылау үшін орыс тілді игереміз, ағылшын тілін игереміз, сөйтіп солай талқылаймыз. Ал өзіміздің қазақ тілімізді бейшара қылып, анау бұрышқа қойып қоямыз. Неге біз солай істейміз? Негізінде біздің тіліміз өте бай болады. Сонымен бұл видеода мен бірнеше енді көп кездеспейтін сексуалды терминдерді атап кеткім келеді. Сонымен бастайық. Пиқылдасу, чпокаться, копту, мастурбировать, сәкелену, кончить. Используется это слово для мужчин. Шабандоз, наездница, шәует, сперма, шабудан қалған, импотент, лесбике, лесбиянка, еркек шора – это более грубый вариант. Напсы, похоть, вожделение, лязат, удовольствие, иногда оргазм. СОС, гонорея, трипер, всякие ИПП и ЗПП. Мерез – это сифилис. Өбісу – целоваться в засос. Өбіс – это засос. Анкизу, фингеринг, амжалау, кунилингус. Қырындау, флиртовать. Алым сақтау – это домогаться, не флирт. Қылымсу – кокетничать. Көңілдес – любовник, любовница. Мщежаулық – салфетка из латекса, которая обычно используется при анилингусе и кунилингусе. Иче – ичек. Догистайл, мои дорогие. Көтсігіс – анальный секс. Никакого анал-сігіс в казахском языке нету. Есть көтсігіс. Дәліткі – клитор, если найдете. Сарпай – вульва, половые губы. Терең көмей – глубокая глотка. Көт жалау – анилингус. Анаефильм – это порнуха. Вот насколько казахский язык богат и, собственно, живой язык, то это только бізден ғана оны байланысты бізге, біз өзіміздің тілімізді толық іске асырмаймыз. Ұяламыз түрлі тақырыптарды талқылауға, түрлі фильмдерді, кітаптарды аударуға. Содан кейін қазақ тілді отсталый деп неғылады. Сонымен өз тілімізді кемсітпейік, өз тілімізді шектетпейік, шектеу қоймайық және толық қолданайық. Аман болыңыздар.